Ал баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мен кезекті тойыма шығып бара жатырмын. Жас күніңді байқары көптің, жасы келгенде айтары көп демекші. Жасым келген жоқ енді, десек те 30-дан асқаннан кейін ба түрлі ойлар мазалайтын болыпты. Мен өмірде бір түсінгенім, жалпы адамда не нәрсе жоқ, адам сол нәрседен бақыт іздейді екен ғой. Мысалы, дүниең жоқ болса, бақыт деген дүниеде деп ойлайды екен. Мысалға, біреудің әкесі жоқ, біреудің анасы жоқ. Ал сол адам өмірде бар бақыт анада деп ойлайды. Біреу бар бақыт әкеде деп ойлайды. Болмаса, біреу мысалға көлігі жоқ болып, көлікке мұқтаж болса, бар бақыт ол көлікте деп ойлайды. Сол сияқты әр адам әр нәрсені өзі солай армандап, сол нәрседен бақыт іздейді екен ғой. Сол үшін өмірде өзімізге не керек екенін түсінуіміз керек қой. Енді айтайын деп отқаны бұл қайдан шыққан әңгіме. Кеше тойға барсам, бір әйел кісімен менің суретке түсіп жатыр. Сонымен суретке түсіп болғаннан кейін жаңағы енді өзінің жылы лебізін білдіріп жатыр. Әрине Аллаға шүкір, рахмет ол кісіге. Сол маған былай деп жатыр: Бексұлтан мырза, біз сізге қарап қызығамыз. Сіздің көлігіңіз бар, анаңызға үй салып жатырсыз деп жаңағы сырттай қарап қызығып отырамыз. Бізде оның біреуі жоқ деп қояды енді. Дүние ол қолдың кірі ғой. Сосын мен ол кісіге айттым: бала шағаңыз бар ма десем, бар, 3 балам бар дейді. Жолдасыңыз ше десем, жолдасым да бар, Аллаға шүкір, жұмыс жасайды, бақыттымыз дейді. Мен айттым: міне сіз өмірдегі ең бақытты адамсыз дедім. Өйткені сіздің балаңыз сіздердің махаббаттарыңызға бөленіп толыққанды отбасында өмір сүріп жатыр. Енді менің балаларым өкінішке орай сол нәрсеге зәру. Және сіздің қиналып қалсаңыз, бір қиындыққа тап болсаңыз, сізбен сырласатын, мұңдасатын, бір нәрсені айта алатын, бірге қол ұстасып қыдыратын жаныңызда адамыңыз бар. Ал енді менің бір кем дүнием осы, менде олардың біреусі жоқ. Өйткені бұл нәрсе мен қалап алған нәрсе емес, әлбетте, но бірақ әр адамның бойында сонда бір кем дүние болады. Сол үшін сіз өмірдегі ең бақытты адам. Мысалы, егер сіз шүкір ететін болсаңыз, Алла тағала сіз қалаған дүниені де береді, көлікті де береді. Жолдасыңыз екеуіңіз әлі джипта отырасыздар деп ол кісіге басып айтып кеттім. Бұдан түйгенім ағайын, біз кейде шүкірді ұмытып кетеміз ғой. Біз кейде басқа нәрсені, бақытты басқа дүниеден іздейміз да. Ал бақыт деген ол қолыңдағы бар нәрсе ғой. Деніңнің саулығы, отбасыңның амандығы, жақындарыңның аман есен жүруі. Ал енді өміріңде болып жатқан жаңағындай, енді ажырасып кету, екіге кетіп қалу, болмаса бір дүниеден айырылып қалу, болмаса бір жаңағы басталатын кәсібіңнің жүрмей қалуы, оның барлығы ол адамның бойындағы бір кем дүниесі. Өмірде ұдайы бәрі жақсы болмайды. Міндетті түрде адамның бойында сонда бір кем дүние болады. Алла біреуді баламен сынайды, біреуді енемен сынайды, біреуді жармен сынайды, біреуді дүниемен сынайды. Сондықтан да әр нәрседен біз жақсы нәрсе көріп үйренетін болсақ, бұл өмірде бәрі жақсы болады екен ағайын. Сондықтан да бір кем дүниемізді де қабылдап үйренейікші ағайын. Ивананың бір ұнайтын жері, осы жақта кісілер всегда көмектесіп жібереді. Рахмет көп. Каждый раз осылай көмектеседі ғой маған, сумкаларын пакеттен бәрін. Принцесса сезінесің ғой бұл жаққа келсең өзіңді. Так что осы жаққа келіп тұрыңыздар. Лучший сервис.